Сәлем достар. Мына қызық есепті бірге шығаруды ұсынамын. Каналға тіркеліп, видеоны толық көріп шық, соңында тағы да қызық есеп ұсынатын боламын. Сонымен суретте 2023 жылы қазан айының күнтізбесі берілген. Суреттегідей мына сызықтармен қоршалған терезенің ішіндегі 4 күннің цифрларының қосындысы 4, 5, 1, 1, 2 тең 14. Егер осылай 4 күнді сызықтармен қоршап жасайтын болса, онда терезенің ішіндегі цифрлардың қосындысының ең үлкені қанша болады? Мына жағдайды түсіндіріп өтейін. Мына 4 сан күнтізбедегі 4 күн сандары қоршалған, және соның қосындысына жерде көрсетілген. 4 қосылған 5, 11 деген сан бізде 1 және 1 деген цифрдан тұрады, 12, 1, 2-ден тұрады. Солардың барлығының қосындысы 14. Енді осылай қоршайтын болсақ, 4 санды ең үлкенін біздер қоршап ең үлкенін табуымыз керек. Олай болатын болса, біздер енді мына нәрсені ескеруіміз керек. Бұл жерде ондықтар 10, 20, 30 сандары. Алдындағы цифрлар бізде 1, 2, 3 болады. Әрине, барынша үлкеніне ұмтылатын болса, ол 3-ке, енді 30, 31, 2 сан бар. Ал екінші жағдай, ол 1-ден 9-ға дейінгі цифрлардың ең үлкенін таңдауымыз керек. Ол әрине соңындағы 7, 8, 9 деген цифрларға ұмтылуымыз керек. Және мына бірінші қатардағы сандардан емес, 2 таңбалы сандардан құралған 4 санды белгілеуіміз керек. Енді 30-31-ді таңдамайтын шығарыз, өткені мынау бірлік сандары 0 және 1 кіші цифрлар болып тұр. Сондықтан біздер мына 3-ші және 5-ші, 4-ші және 5-ші қатардағы мына сандардан алатын шығармыз. Осылардың ішінде ең үлкен таңдау болуымыз керек. Енді мына жерде 9, 8 бар. Мына 4-еуін қоршайын десек, мысалға, бірақ 21-22-де бірліктері 1 және 2 екен. Одан үлкені бар ма екен, қарап көрейікші. Мына жерде 0, 20 ол тіпті 0 болып кетеді. 19, 6, 7. Мына жерде 16, 17, 23, 24. Одан үлкені бар ма қарайық. 17, 18, 24, 25. Мына 4-тікті қарайтын болсақ. 1, 7. Енді 8 бен 9, мынаны қарап көрейікші. Мына үлкен болатын сияқты. 18, 19, 25, 26. Енді мына 6, 7, 8, 9-ның ішінде ең үлкені 8 бен 9 болып тұр. Ал 23, 24, 25, 26, 27, 28. Бірақ мына жерде 28 бен 29 тағы да 8 бен 9 аяқталып тұр. Бірақ мына жерде 1 мен 2 болып тұр. Ол мен салыстырған кезде 5 пен 6 үлкен болып тұр. Сондықтан ең үлкені осы болатын шығар. 1 қосылған 8 ол 18, 1 қосылған 9, 19, 25 ол 2 қосылған 5, және 26, 2 қосылған 6. Сонымен, мына 3 сан бізге 10-ды береді, мына 2 сан 11-ді береді, мына 3-і 13-ді береді. Сонымен барлығын қосындысы 34 болады. Енді жаңағыдай талдау жүргізу арқылы, достар, ең үлкен сан 34 болады. Ал енді сұрақ, ең кіші. Осы тәртіппен жалғастырып, осы ережені қолданып, ең кіші санды табуға ұсынамын. Және жауабын комментарийға қалдырып кетіңдер.